Хей, сәлем көрермен, сіздермен бірге мен Раушанхан. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен өзімнің Америкадағы соңғы күндерімді көрсетемін. Яғни Қазақстанға қалай оралдым. Солай влог менен қарсы ал. Бүгін ұшатын күн Қазақстанға. Біздер отельге заттарымызды қалдырып, өзіміз бітіретін істерімізді істеп шығып жатырмыз. Бүгін бізде рейс кешкісін. Біз дәл зоопарктың қасында тұрдық. Ал мына зоопарк не ғой? Мадагаскардағы зоопарк осы жер. Бізде өкінішке орай бұл жолы уақыт болмады. Мүмкін келесі жолы осы жақтарды жақсылап тұрып аралаймыз. Біз солай әуежайға метромен баруға шешім қабылдадық. Одан кейін қой деп, түсінбей, таппай дұрыс метроны, сөйтіп қиналып 1 сағат құртқаннан кейін осындай такси шақыруға шешім қабылдадық. Таксилер өте қымбат, Uber мен капец қымбат. Сосын адамдардан көмек сұрадық. Отельдің адамдары, персонал бізге көмектесті. Оказывается, осындай сары машинкалар азанырақ, чем Uber, прикиньте. Сосын солай көмектесіп бізге көмектесті. Бардық аэропортқа. Аружан болашақтан. Қазір мен сіздерге барлық осыдан аэропортқа жеткеннен кейінгі оқиғаны айтып бергім келіп отыр. Себебі одан кейін мен ештеңе түсірмедім, потому что түсіретінде ештеңе болмады. Біз аэропортқа жеттік. Білесіңдер ма, то, что метродан шығып, біз таксимен барамыз деген шешімді бекер қабылдадық, потому что о жақта пробкалар басталды. Нью-Йоркта пробкалар басталды. И біздің рейсқа примерно 4 сағат қалған еді да. Сосын Google Maps'та біз көрдік, примерно 1,5-2 сағатта жетуге болады. Сосын ладно дедікті, солай отырдық таксиге. Бірақ таксиде біз неше сағат жүрдік. Біз таксиде 4 сағаттай отырдық. 4 сағаттай Нью-Йорктың центрынан аэропортына дейін 4 сағат таксимен. Сосын біз өзіміздің рейсімізді солай кешіктіріп алдық. Сосын келесі рейсқа билет алдық. Ақша кетті мынадан. Ну ладно. Сосын солай біз 19 сағат келесі рейсімізді күттік аэропортта. Аэропортта Нью-Йорктың нормальный орындықтар жоқ, нормальный күтетін жер жоқ. Сосын солай біз 19 сағат дым-дұрыс жатпай отырдық. Әбір жүріп кеттік. Но зато біз Ботамен таныстық. Сосын Бота жібек үшіміздің арамызда осындай прикол пайда болды. То, что біздің таныстығымыз осындай қымбаттырды. Мен жандамын. Менің рилс салам осыда. На экранчик. Адамдар енді отырып жатыр. Біз де енді отырып жатырмыз. Вот такой. How are you guys? Подушка, надо бізге плед и наушники. Прикольно, да? Это планшеттен HBO Max и Селенаның шоуы тұр, прикиньте. Oh my god, this is so cool. Солай Стамбулға 11 сағаттық жолмен жол тарттық, керемет әндерді тыңдап. Біз Түркияның аэропортына келіп жеттік. Үйге тек Америкадан емес, сонымен Түркиядан бір нәрсе әкелейін. Сладости қарап жатырмын. Мынандай маған қатты ұнайды. Стамбулдағы әуежай өте әдемі екен. Әлемдегі ең үлкен аэропорттардың бірі, қателеспесем. Бәрі турецкий сериалдағыдай күшті, бәрі әдемі, актер-актрисалар айналамызда. Солай Турцияның осы негізі хочу теперь Турцияның өзіне баруға. Ура! Бізді соңғы самолетіміз, соңғы рейсімізге Қазақстанда боламыз уже.